Ассалаумағалейкум достар, дәл осы видеода Vibe Codingтің көмегімен әп-әдемі 3D анимациясы бар сайттарды бірге жасайтын боламыз. Ең бірінші сайт біздің жасайтын бұл осындай стоматологияға арналған сайт, өзінің анимациясы бар. Міне дәрігерлер тісті тазалап жатыр, былайша айтқанда астына түскен кезде, 3 блоктан тұратын тест сіздерге көрсету үшін жасаған болатынмын. Бұл жерде былайша айтқанда қызметтердің түрлері бар, клиенттердің былайша айтқанда дәрігерге жазылу деген секілді формасы тұр. Келесі сайт мен жасаған бұл вилла сататын сайт. Мына жерде қарап тұрсаңыз машина келеді, и мына жерде вилланың ішіндегі свет жанады ақырындап. Көріп тұрсыздар ма? Астына түсетін болсақ, тоже бұл жерде вилла, қандай виллалар бар, қанша теңге тұрады, и астында клиенттердің былайша айтқанда номері, аты жөні қалатын, былайша айтқанда форма тіркелген. Дәл осы екі сайтты мен қалай жасадым, полный көрсететін болам. Енді бір сайтты толыққанды жасап көрсетем, екінші сайтты не істегенімді былай жүгіріп көрсетіп шығатын боламын. Ал ендеше кеттік. Так, ең бірінші Vibe Codingпен айналысқан кезде бізге керекті инструментті таңдауымыз керек. Негізі нарықта өте көп инструменттер бар Vibe Codingпен айналысуға көмектесетін. Біріншісі бұл ең мықтысы бұл жерде Cloud Code. Мен қолданатын қазіргі кезде, және де әлемдегі 80-90% қазіргі кездегі Vibe кодерлердің көбісі осы Cloud Code деген қосымшаны былайша айтқанда программамен Vibe Codingпен айналысады. Екінші бізде бұл Codex, OpenAI, яғни барлықтарымыз білесіздер, ChatGPT, сол ChatGPT-ді шығарған компания OpenAI, соның код жазуға арналған, яғни Vibe Codingпен айналысуға көмектесетін Codex деген программасы бар. Үшінші, енді қазіргі кезде Қытайдың ең мықты Vibe Codingпен айналысуға болатын программасы бұл Kimi K3 деген шықты, соңғы өте мықты тоже, и Cloud Code жаңағы Codexке қарағанда едәуір арзан тұрады. Енді қараңыздар, бұл жерде екі ғана бізде былайша айтқанда пакет бар. Бұл екі пакет, үш пакет бар. Біріншісі бұл бесплатный пакетпен сіз Vibe Codingпен айналыса алмайсыз. Қалған екі пакетпен, яғни Pro және Max деген пакетпен сіз Vibe Codingпен, яғни Cloud Code деген мына жерде көріп тұрсыз ба? Directly in your code base деп тұр, яғни дәл осы программада, яғни пакетте Cloud Code жүктелген. $17 тұрады, monthly, яғни айына төлейтін болсаңыз $20 шығады. Max деген пакет ол $100 тұрады. Бұл жерде де барлық Cloud Code бар, бұл жерде Cloud Cowork бар, кез келген функциясын қолдана аласыз екі пакетпен де. Бірақ енді $20-лықтан алып бастасаңыз болады, алғашқыда өзіңіз пайдаланып, одан кейін егер осы Vibe Coding саласымен айналысам, ары қарай осы салада айналысып ақша табам деген секілді ойыңыз болатын болса, уже $100 Max деген пакетке өтсеңіздер болады. Cloudқа кірген кезде дәл осындай бет ашылады. Бұл жерде қарапайым өзіңіздің керекті сұрақтарыңызды қойып, өзіңізге сұрақтарыңызды жауап ала аласыздар. Бұл жерде сол жақ жоғарыда осындай батырма бар. Дәл осындай бет ашылады. Бұл жерде қараңыздар, бұл жерде жаңағыдай чат, өзіңіздің керекті сұрағыңызды қойып, өзіңізге жауап ала аласыз. Ең маңызды тұсы бұл жерде модельдер, яғни бізде қазіргі кезде Cloud'да 4 модель бар: Fable, Opus, Sonnet, Haiku деп. Модель дегеніміз не? Модель дегеніміз жалпы осы программалардың миы. Былайша айтқанда, сіз мысалы мына жерге кез келген сұрақты қоятын болсаңыз, ол программа ойланбайды бұл жерде. Бұл жерде модель ойланады, мына жердегі модельдер. Қазіргі кездегі әлемдегі ең мықты модель, барлық кодекс, барлық ішіндегі кодексте, мысалы GPT-5.6 деген модель шықты. Соның барлығын озатын Fable 5 деген модель бар. Қазіргі кезде ең мықты модель. Opus деген модель бар, Sonnet, Haiku деген секілді. Қараңыздар, әр модельдің өзінің қолданатын жері бар. Fable 5-ті мысалы мен кез келген проекттің басында қолданамын. Жоспар құруға, архитектура сызуға өте күрделі тапсырмаларды Fable жақсы орындайды. Opus'та дәл сондай жаңағыдай архитектура қиын тапсырмаларды жақсы орындайды. Sonnet ол күнделікті қолдануға арналған тапсырмалар. Мысалы қараңыздар, Fable мен бірінші жоспарды құрам, проектіні бастаймын, одан кейінгі күндері уже қарапайым күнделікті тапсырмаларға Sonet'ті басам да, одан кейін ары қарай сол Sonet'пен былайша айтқанда тапсырмаларды орындай беремін. Одан кейін Haiku деген модель, бұл енді мен бұл модельді көп қолданбаймын. Бұл модельді жаңағыдай бір тұрмыстық тіршіліктегі бір сұрақтарыңыз болатын болса, жаңағыдай пельмен қанша минутта қайнайды деген секілді, сол кезде қолдансаңыздар болады Haiku-ді. Енді видеоның ең маңызды тұсына келдік. Дәл осындай әдемі сайттарды қалай жасаймыз? Қараңыздар, көп адамдар қазіргі кезде айтып жүр, Vibe Coding дегеніміз ол тек қана жаңағыдай 5 минутта сайт жасап тастадым, или жаңағыдай бір промптпен сайт жасап тастадым деген секілді айтып жүр. Бірақ мен айтайын, олай емес. Сіз мына жерге мысалы маған сайт керек, менің стоматологияма деп жазатын болсаңыз, сізге сайт жасап береді, бірақ ол мусор. Ешқандай бір көмегі тимейтін, және де ешқандай бір клиент оны қолдана алмайды да. Өйткені кез келген өнімді жасау үшін Vibe Codingте ол дэшборд болсын, ол искусственный интеллект, чат-боты болсын, ол сайт болсын, лендинг болсын, кез келген нәрсені жасаудың өзінің бір қадамдары бар.
сол қадамдармен жүру керек. Егер сіз қадамдарды білмейтін болсаңыз, онда сіз толыққанды дайын өнімді шығара алмайсыз. Оны мен видеоның ортасына қарай айтамын, сол кезде түсінікті болады. Қараңыздар, мен қазіргі кезде дәл осы сайтты қалай жасағанмын, фронт-эндін, яғни мына беткі бетін, қазір көріп тұрған бетін қалай жасағанымды сіздерге көрсететін боламын. Кез келген сайтты, лендингті жасардың алдында мен дәл осы сайтқа кірем. Бұл жерде motion sites деп аталады. Бұл жерде әртүрлі сайттардың, әлемдегі адамдардың жасаған сайттарын осы жерге салып қояды. Мен дәл осы сайтты, дәл осы беткі бетін осы motion sitestан алған болатынмын. Дәл осындай мен фотоны таптым жаңағы сайттан. И осы фотоны просто осылай скрин жасап алдым, фотоға түсіріп алдым экранда. И мен Клодқа бердім, айттым, дәл осы фотоны маған перегенерировать етіп бер дедім. Қайтадан генерация жасап бердім. Генерация жасап бер деп айттым. Higgsfield арқылы, бұл Клодқа уже Higgsfield орнатылған, былайша айтқанда. Дәл осы фотоны перегенерировать етіп бер дедім. Одан кейін маған уже перегенерация жасап бердім. Қараңыздар, дәрігерлер тұр. В принципе, ұнап тұр маған әдемі. Дәл осы фотоны мен алдым. Одан кейін мен айттым, мен екінші вариантты таңдаймын дедім. Одан кейін 16:9 форматында маған осы фотоны анимациясын жасап бер дедім. Яғни дәрігерлердің жуып жатырған видеосын жасап бер деп айтқан болатынмын. Higgsfield маған жасап берді. Дәл осындай міне видео жасап берген болатын. Бірақ бұл видеоның ең басты проблемасы, бұл камера алға қарай жылжып барады, көріп тұрсыздар. Ал сайтқа ондай керек емес. Сайтта камера бір орында тұру керек, статично. И мен промптта, қарапайым сөзбен айттым, видео камера должно быть статичный, камера не должно двигаться деп. И одан кейін ол маған дәл осындай, былайша айтқанда, видеоны жасап берді. Бірге көрейік. Міне, көріп тұрсыздар ма, дәрігерлер былайша айтқанда шлифовать етіп жатыр, тісті тазартып жатыр. Міне, бұл уже видео былайша айтқанда сайтқа қоюға болады. 16:9 форматында сайтқа арналған, былайша айтқанда. Көріп тұрсыздар ма, мына видео мына неде тұр. Мына сайтта тұр, көріп тұрсыздар ма, арғы бетінде. Мен одан кейін не істедім? Мен дәл жаңағы видеоны өзім рабочий столыма сақтап алдым. Жасап алғаннан кейін, и мына жерде мен өзіме новый папка ашам. И новый папканың ішіне салам. Бұл папканы мен атын қойайын, стоматология деп, стом деп қоя салайын. И осы жерге былай қоямыз. Одан кейін біздің ең бірінші қадамымыз Клод-кодты ашамыз. Астындағы мына жерде папканы таңдаймыз, яғни керек папканы. Open folder'ды басамыз. Жаңағы біздің создавать еткен папкамыз, міне Stom деп аталады. Осыны басамыз, открытті басамыз. Міне көріп тұрсыздар ма, Stom деп өзгерілді. Ең бірінші промптты берместен бұрын сіздерге бір скиллмен таныстырғым келіп тұр. Негізі Клод-кодпен айналысқан кезде скилл деген өте бір жақсы дүние бар. Скиллдардың барлығын мен осындай Skill SH деген сайттан алам. Бұл жерде өте көп скиллдар бар. Мына көріп тұрсыздар ма, 1,024 скилл бар екен. Бүкіл адамдар осы жерге скиллдарын жүктейді. Осы жердегі ең күшті скилл, бұл жерде фронт-энд дизайн деген скилл. Осыны басайық. Осы жерде міне промпт дегенді басып, осы промптты жүктеп аламыз. Одан кейін жаңағы Клод-кодқа барамыз. Дәл осы жерге қоямыз. И осы жерге өзіміздің промптымызды айтамыз. Мен қазіргі кезде орысша айтам, өйткені менің қазіргі кезде қолданатын Whisperflow деген программа бар. Бұл программа мен сөйлеймін, и сөйлеген нәрсемді текстке айналдырып береді. Өйткені қазіргі кезде өзіңіздеріңіз білесіздер, жазып отыру көп уақыт алады. Сондықтан да дәл осындай Whisperflow деген программа бар. Астына описание қалдырып кетемін, тоже өздеріңізге жүктеп. Айына $15 тұрады, бірақ өте көп уақытыңызды үнемдейді. Бір кнопкамен. Давай сегодня мы с тобой будем делать сайт. Это сайт для стоматологии. Сайт состоит из 3 блоков. Первый блок это у нас hero блок. Там получается заголовок, подзаголовок, сверху дескриптор. В дескрипторе там адрес, город и так далее. Можешь сам вот этот смысл текста придумать. Вот. И получается на фоне должно быть анимация. Я вот эту анимацию положил в папку. Папку я прикрепил. Ты видишь это. И получается первый блок, вот hero блок. Второй блок у нас услуги. Можешь тоже сам придумать, какие услуги. Третий блок у нас, где форма. Получается, человек оставляет форму, заявку. Да. И можешь использовать вот этот GitHub репозиторий. Здесь получается skill, называется Frontend Design. Через вот этот skill ты, получается, должен сделать мне дизайн фронтенда. Вот, давай приступим. Вот, былайша айтқанда дәл осындай мен промпт бердім. Өте ұзақ, конечно, но түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде мен қате жібердім. Қараңыздар, осы жерде айта салайын сразу, видеоны тоқтатпай. Мен бұл жерде астында модельді дұрыс таңдамадым. Sonnet деген модельді ол қолдануға болмайды бұл жерде. Мен жұмысты бастап отырғаннан кейін жаңағы айтқан сияқты Fable 5 немесе Opus 5-ті қолдансам болады. Opus 5-ті қолданам қазіргі кезде и қайтадан жіберем.
Вот қайтадан мен жібердім, уже ойланып жатыр. Мына жерде тағы бір айта кететін нәрсе, bypass permission деген нәрсені қойдым. Bypass permission дегеніміз ешқандай сұрақсыз, ешқандай жаңағыдай сізге артық сұрақ қоймайды, өзі былайша айтқанда өздігімен жасай береді. Егер manual деп қоятын болсаңыз, каждый раз сіз enterді басып, рұқсат берем деп отырасыз. Әрі қарай план мод деген бар. План мод дегеніміз жаңағыдай басып қоятын болсаңыз, план модта кез келген сіз бір нәрсе жазатын болсаңыз, промпт бірінші план құрып береді, одан кейін барып жасайды. Мен қазіргі кезде bypass permissionді қойып отырмын, чтобы уақыт көп кетпес үшін. Қазіргі кезде міне агент reading skill дейді, яғни жаңағы мен берген скиллді оқып жатыр. Жаңағы стоматологияның сайты жасалып жатыр, оған дейін екінші жаңағы көрсеткен вилла бар ғой, осы сол вилланың сайты қалай жасалды, соны бір көз жүгіртіп қарап шығайық. Ең бірінші жаңағы мен скиллді бердім. Одан кейін айттым: привет, сегодня мы будем с тобой делать 3D анимация. Вилла сататын жаңағыдай сайтты жасаймыз деп, Hero блогта не болады, барлығын түсіндіріп айттым. И одан кейін маған дәл осындай етіп жауап берді. Осы жерде барлық жаңағы скиллдарды оқыды, менің папкадағы видеомды көрді. Мен де жаңағы мына жердегі дәл осы анимацияны Hexult арқылы жасап, папкаға салдым жаңағыдай көрсеткендегідей. И одан кейін уже былайша айтқанда барлығын оқыды. Сайт готовы деп маған жазып жіберді. Мен сайтты бастым, бірақ маған сайт ұнаған жоқ. Осы жерде мен жазып жібердім, қай жерлерін дұрыстау керек, қай жерлерін өзгерту керек деген секілді. Одан кейін қайтадан ойланды. Одан кейін таким образом под этот кнопкой была вся анимация деген секілді мен тағы бір правка бердім. Одан кейін тағы бір правка бердім. Одан кейін даже мен скиллді ауыстырдым. Ана скилл болмады. Бұл жерде мен тести скилл дегенді қолдандым дизайнға. Бұл скилл маған ұнамағаннан кейін ол жерде мен фронтенд дизайн деген жаңағы көрсеткен скиллді берген болатын, міне фронтенд дизайн деген. Одан кейін уже маған ұнап бастады. И ең соңында сервер работает, сайт работает. Дәл осындай маған уже сол скиллдің көмегімен әп-әдемі сайтты жасап берді. Енді бізде стоматология сайты не болып жатырғанын көрейік. Бұл жақта клиника Эмаль дейді, Алматы дейді, уютный медцентр дейді. Өзі былайша айтқанда ішіндегі тексттерді ойластырып жатыр. Негізі мен басында айтуым керек, промптта қазақша сайт дайындап бер деп. Мен оны айтпадым, бірақ енді сонда да көрейік қазір қалай жасап берген. Open басайық. Бізге уже жасап берді. Жаман емес. Бірінші блок. Міне көріп тұрсың, аржанда анимация болып жатыр. Бірақ бұл жерде бір ұнамайтыны, то что мына жазу полностью бүкіл анимацияның үстінде тұрды, көрінбей тұр аржанда. Записаться на прием дейді, терапевт, хирург, ортопед дейді, что мы делаем дейді. 8 направлений. Оставьте номер. Көрдіңіз бе? 3 блоктан тұратын дәл осындай әдемі маған сайтты дайындап берді. Қазір маған ссылка дайындап беру керек. Сразу интернетке кіріп қарауға болатын. Қараңыздар, бұл негізі бір промптпен берілген, яғни мен жаңа бір промптты осындай бердім, скиллді бердім. Дәл осындай сайт дайындап беріп тұр, иә. Бұл жерде өзгертетін нәрселер өте көп негізі. Правка, яғни жаңағыдай дұрыстайтын нәрселер өте көп. Мына жерде мен айтсам болады қазір. Мына заголовок үлкен болып тұр, аржағындағы анимацияны жауып тұр, сондықтан да маған кішірейтіп, астына қойып бер деген секілді. Өзім бір дұрыс промптын беретін болсам, маған уже переделать етіп береді, яғни қайтадан жасап береді. Бірақ енді қазір видео ұзаққа созылмас үшін оны жасамай ақ қояйын. Енді көріп тұрсыздар достар, бір промптпен дәл осындай әдемі анимациясы бар сайтты жасап шықтық. Енді бұл жерде өте көп негізі дұрыстайтын жерлер өте көп. Мысалы, мына жерге мен айтсам болады, бір немен промптпен мына заголовок үлкен болып тұр, арттағы анимацияны жауып тұр, сондықтан да кішірейтіп маған әдемі астына қойып бер, чтобы аржағындағы анимация толықтай көріну үшін деген секілді мен промпт айтып дұрыстай беруіме болады. Ішіндегі тексттерді дұрыстасам болады. Негізі сайт 3 блоктан тұрмайды негізі. Дұрыс сатылатын сайт, бұл продающий сайттар негізі 8-9 блоктан тұрады среднем. Сондықтан да каждый блокта әр блокты дұрыстау керек, әр блокты жаңағыдай дұрыс емес тұрған жерлерді, қисық тұрған жерлерді дұрыстау керек деген секілді. Бұл тек қана фронтендтегі жұмыс. Одан кейін ол нәрсеге сайтқа бэкенд керек. Яғни бүкіл мына кнопкалар сіз басқан кезде жасап тұру үшін бэкендті дұрыстап тұрып разворачивать ету керек, яғни орнату керек. Одан кейін уже база данных бар, яғни бүкіл сіздің жаңа клиент номер қалдырған кезде, ат жөнін қалдырған кезде бір жерде сақталатындай база даннықты тоже орнатуымыз керек. Яғни бұл біздің жасап отырған қазіргі жұмысымыз тек 10% ғана. Бір сайттың 10% ғана жасап шықтық. И то даже мен айтайын 5% ғана. Бұны толыққанды жасауға, егер опытный болсаңыз, яғни тәжірибеңіз болатын болса, бір күнде жасап шығуға болады. Ал егер де новичок болатын болсаңыз, 2-3 күнде жасауға болады, егер қадамдарын білсеңіз. Қараңыздар, вайп-кодинг дегеніміз не, қандай инструменттер барлығын мен түсіндірген болатынмын. Қазіргі кездегі көп адамдардың ойларымен бөліскім келіп тұр.
Қазіргі кезде көп адамдар вайп-кодингке қызығады, бірақ неден бастарын білмейді. Интернетте көп информация бар, бірақ нақты қадамдары айтылған информация жоқ. Код жаза алмаймын, қолымнан келмейтін шығар, вайп-кодинг деген код жазуды үйрену шығар деген секілді көп адамдардың да сондай ойлар бар екен. Бірақ вайп-кодинг деген код жазу емес, өзіңіз жаңа көрдіңіз. Үйренсем де заказ таба алмай қалам деп қорқамын дейді. Осындай көп адамдардың ойлары бар қазіргі кезде. Соның барлығын осы видеоның соңына дейін сіздерге жауабын айтатын боламын. Қараңыздар, вайп-кодинг дегеніміз не екенін сіздер кішігірім түсіндіңіздер. То, что сіз өзіңіз адам тілінде түсіндіресіз, искусственный интеллект, яғни жасанды интеллект өзі код жазады, технический частьтің барлығын өзі алады. Сіз тек қана былайша айтқанда барлығын басқарып отырасыз, управлять етіп отырасыз. Қазір сіздерге жаңағыдай Python, JavaScript, синтаксис деген сияқты нәрселерді білудің қажеттілігі жоқ. 4-5 жыл код жазуды үйренудің қажеттілігі жоқ. Қазір вайп-кодинг сондай бір бізді жақсы мүмкіншілік береді, то что код жазуды адамдар кезінде 4-5 жыл оқитын, одан кейін жаттығатын. Қазіргі кезде сіз просто адам тілімен айтып, код жазып, уже былайша айтқанда өзіңізге керекті өнімдерді жасай аласыз. Яғни вайп-кодинг дегеніміз AI-ға, яғни жасанды интеллектке адам тілімен тапсырма беріп, дайын продуктыны алу тәсілі. Сен просто айтасың, AI код жазады, сен тексересің. Дәл осындай процеспен жұмыс жасаймыз. Жаңағыдай нарыққа тоқталатын болсақ, қазіргі кезде Anthropic, OpenAI, Google сияқты өте мықты ірі компаниялар бар. Бізге қазіргі кезде вайп-кодинг деген жалпы ұғымды алып келген компаниялар. Осы компаниялардың Cloud Code, Codex, Antigravity деген секілді өзінің былайша айтқанда продуктылар бар, яғни оболочка. Дәл осы жерде бір мықты бір нәрсені түсіндіргім келіп тұр. Қараңыздар, бұны мен мысал ретінде түсіндірейін. Кез келген машинаның ең маңызды жері бұл былайша айтқанда бізде мотор. Моторсыз машина жүрмейді. Ал қалған жаңағы фары, дөңгелегі, есігі деген секілді нәрселердің барлығы ол оболочка, сыртындағы нәрселер, кузов деген секілді. Енді қараңыздар, біздегі Cloud Code, Codex, Antigravity дегеніміз бұл тек қана жай сыртындағы оболочка. Ал ішіндегі ойланатын нәрсе бұл ми, яғни мотор, бұл Fable, жаңағы айтқандағыдай Opus, Sonnet деген секілді. Мысалы, Codex'те GPT-5-те 6, ал Antigravity'де Gemini 3-те 5 деген секілді. Енді қараңыздар, модель дегеніміз ми, ал корпус, жаңағыдай оболочка, ол қолдар мен аяқтар. Мысалы, мен өзім адам ретінде мысал келтіретін болсақ, бізде неден тұрамыз, Біздің қол аяғымыз бар, жаңағыдай көзіміз бар, құлағымыз бар, Оның барлығы былайша айтқанда оболочка. Ал біз осы қол аяқты көзді немен басқарамыз? Мимен басқарамыз. Дәл осы секілді Cloud Code дегеніміз ол сыртындағы программа оболочка. Ол оболочканың ішінде де разный скрипттар бар, кодтар бар, бірақ ішіндегі ми ол былайша айтқанда Fable, Opus деген секілді милар. Енді қараңыздар, қандай мүмкіндіктер бар? Яғни вайп-кодинг арқылы не жасауға болады? Лендинг сайттар, веб-приложениялар, дэшбордтар. Қазір негізі веб-приложенияларды осыдан 1 жыл бұрын адамдар 10-15 миллионға жасататын. Жарты жыл бойы адамдар программисттерді жалдап жасататын. Қазіргі кезде бір айдың ішінде толыққанды өнімді веб-приложениені жасап шығуға болады. AI агенттер жасауға болады, бот, телеграм, чат-боттар жасауға болады, автоматизация. Кез келген компанияға қазіргі кезде автоматизация керек. Соларды тоже жасауға болады. Ең маңызды ой жаңағы жеткізгім келгені, то, что қазіргі кезде сізге код білудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Сізге ең маңызды нәрсе продуктының қалай жасалатын жүйесін білу керек. Қазіргі кезде мен негізі өте көп нәрселерді айтпай кеттім сіздерге. Мысалы, GitHub деген нәрсе бар. Сіздің кодыңыз бір жерде сақталу керек. Ол міндетті түрде керек. Ол GitHubпен тоже жұмыс жасауды сіз білуіңіз керек. API деген нәрсе бар, Docker деген нәрсе бар, сервер деген нәрсе бар. Айта беретін болсақ өте көп. Осы дүниелерді, осы терминдарды, осы жаңағы айтқандағыдай вайп-кодингтің қадамдарын, неден кейін не жасау керектігін сіз білмесеңіз, сіз соңында дұрыс емес жұмыс жасамайтын өнімді аласыз, яғни продуктын аласыз. Қараңыздар, қанша ақша табуға болады? Негізі вайп-кодингтің көмегімен лендинг жасап, мысалы 50 мың мен 300 мыңның арасында табуға болады. Чат-боттар 100 мың мен 300 мың, дэшбордтар 150 мың 500 мың, әртүрлі кәсіпкерлер керек автоматизациялар 150 мың 500 мың теңге нарықта осындай бағалар бар. Енді бұл қатып қалған баға емес, егер сіз қолыңызды жаттықтырып көбірек тәжірибе жинайтын болсаңыз, бұдан да қымбатқа сата беруге болады. Негізі мен ойлаймын, вайп-кодингке бір 2 ай, 3 ай уақытыңызды өзіңіз арнайтын болсаңыз, қадамдарды жүйені үйреніп, өзіңіздің алғашқы бір өнімдеріңізді жасап, одан кейін жаңағыдай бір әртүрлі заказдарды орындағаннан кейін бір жарты жылдың көлемінде мен ойлаймын 500 мың, кемі дегенде 500 мың, бірақ 1,5-2 миллион теңге табысқа шығуға болады осы вайп-кодингтің көмегімен. Ал егер сіз жоқ, мен вайп-кодингпен табыс таппаймын, мен өзімнің проекттеріме енгізем дейтін болсаңыз, мысалы кәсіпкер болсаңыз или жаңағыдай бір фриланстағы маман болсаңыз, мысалы дизайнер немесе SMM контент-мейкер деген секілді, онда өзіңіздің проектіңізге енгізсеңіз болады. Әртүрлі өзіңізге керекті жаңағыдай
автоматизациялар, дэшбордтар жасасаңыз болады осы вайп кодингтің көмегімен. Достар, енді қараңыздар, егер де дәл осы видеоны қарап отырып, мен де осы вайп кодинг саласына кіргім келеді, осы вайп кодинг саласында бір дамығым келеді деген ойыңыз болатын болса, мен сіздерге өзімнің AI Start деген вайп кодинг курсымды ұсынамын. Бұл жерде бұл курс бір айға ғана созылады. Бұл бір айда сіз былайша айтқанда 4 аптада толыққанды вайп кодингтің былайша айтқанда керек информациялардың барлығын біліп шығасыз. Ең бірінші біз дайындық, яғни бүкіл жұмысқа дайындықты жүргіземіз. Бірінші аптада вайп кодингтің базасын толыққанды сіздерге түсіндіремін, жаңағы терминдарды, қадамдардың барлығын, және де Cloud Code пен кодексті өзімізге орнатамыз, серверді құрамыз. Одан кейін екінші аптада дайын уже продуктыларды жасап бастаймыз. Лендингтар, дэшбордтар, приложениялар, соның барлығын жүйесін қалай жасау керек, барлығын түсіндіретін боламын. Үшінші аптада агенттер, чат-боттарды жасауды үйретеміз. Одан кейін төртінші аптада нақты өзіңізге портфолио жасайсыз. Портфолиода өзіңізге дайын уже төртінші аптада бірнеше сайтыңыз болады, жасаған өзіңіздің бірнеше дэшбордыңыз, приложение жасап үлгерсеңіз приложениеңіз болады, жаңағыдай автоматизацияларыңыз болады. Сол портфолиомен уже сіз нарыққа шығасыз, әртүрлі кәсіпкерлерге өзіңіздің қызметтеріңізді ұсынасыз. Қалай клиент табу жолдарын барлығын өзім түсіндіретін боламын. Өзім негізі 5 жыл бойы маркетинг саласында жұмыс жасағаннан кейін клиент табу жағынан өте көп былайша айтқанда тәжірибе жинадым. Сол тәжірибемен осы курсымда былайша айтқанда бөлісетін боламын. Кепілдік бар, достар. Жалпы бірінші аптадан кейін, егер бірінші аптадан кейін продукт ұнамай жатырса, вайп кодинг менікі емес екен деген секілді ой келіп жатырса, ешқандай сұрақсыз ақшаңызды қайтарып беремін. Сондықтан да ешқандай рисксіз, былайша айтқанда тәуекелсіз өзіңіздің номеріңізді қалдырып, кері байланыс алып, жаңағыдай өнім туралы толық ақпарат алсаңыздар болады. Достар, дәл осы видеоның астында сілтеме бар, описанияда және де комментарийда. Сол сілтемеде осындай ссылка жатады. Бұл ссылкада осындай сайт бар. Осы сайтпен танысып шықсаңыздар болады. Тоже мен вайп кодингтің көмегімен жасаған болатын. 2 сағат па 3 сағат уақытта жасап шықтым бұны. Дәл осындай анимациялармен қараңыздар. Сайт, қосымша AI агент барлығын өзің жасай аласың. 4 аптада 0-ден бастап деген секілді өзінің заголовогымен әдемі. Барлығын осының ішіндегі барлығын танысып шықсаңыз болады. Курс қай аптада нелер үйренесіздер, мен туралы ақпарат. Осы жерге өзіңіздің есіміңізді жазып, телефон номеріңізді жазып, Instagram никіңізді обязательно жазып кетіңіз. Өйткені осы Instagram никіңізді жазғаннан кейін мен сізге дайректке өзім шығатын боламын, жеке сіздің сұрақтарыңыздың барлығына жауап беремін. Және де осы төлемді қалай жасайсыз, барлығын сол жерде дайректте айтатын боламын. Сондықтан да дәл осы видеоның астында сілтеме тұр, басыңыз, сайтқа кіріңіз, ақпаратпен танысып шықсаңыз болады. Және де осы жерге өзіңіздің ақпараттарыңызды қалдыратын болсаңыз, сізге дайректке өзім шығатын боламын. Ал достар, дәл осы видео сіздерге ұнады деген сенімдемін. Егер де дәл осындай видеолар көптен шыққанын қалайтын болсаңыз, парақшама тіркеле кетіңіз, лайк басыңыз, комментарияға өзіңіздің ойыңызды жазып кетіңіз. Және де вайп кодингке қызығып жүрген досыңызбен бөлісіп қойсаңыз болады. Келесі видеоларда кездескенше барлықтарыңызға сәттілік.